естімейтін сияқты көгершінім. Осы уақытқа дейін байғұс қыздың өмірін өксіткенің аз болды ма? Мен тек оның бақытты болғанын қаладым. Енді ол бақытты болады. Оу, айналайын. Ақыры арманыңдағы ханзаданы тапты. Мына түріңе қараңыз. Осының бәрін сол үшін істедім. Босқа қиялдамай шындыққа тура қарағаның жөн шіркін. Ол ханша, ал сен дәусің. Мұны ешқандай сиқырсыз өзгерте алмайды. Осыны жадыңда сақта. Бірақ мен оны сүйем. Егер сүйетінің рас болса, бағын байлама. Шрек? Сеньор, не болып қалды? Қайда барасың? Бұған сенің қатысың жоқ деп үміттенем. Жауап бер, Гарольд. Адамдарға сенуден қалдым. Оны да ұғуға болар. Жүрегімде бір мұң бар. Алыңдар, жігіттер. Жөнмекті қалдыра салды, Арес. Ей, неге жабырқап отырсың да? Әу бастан-ақ бәрі қате болған. Адасып әлгі құрып кеткен қамалға қайдан ғана бардым екен. Десем мені жек көрем. Өміріңде кескен ең керемет жанынан бас тарта салғаныңа сен алмай тұрмын. Басқа амалым қалды ма? Ол әлгі сері жігіт Чармин ханзаданы жақсы көреді. Қойш, соның қай жері керемет өз? Әсілің бе? Жігіттің сұлтаны ғой. Нұрлы жүзін періштелер қанатымен сипағандай. Ау, сонша сүйкімді ме? Білесіңдер ме? Бұдан жан жарасының жеңілдейтін түрі жоқ. Не дегенмен жігіттер, осы да дұрыс. Апасы мен әкесі риза, ал Фиона кішкентайынан армандаған жігітпен бірге. Бәрі де бақытты. Сенен басқалары. Төктісін сен бұйырмасын, Шрек. Фионаны шын сүйесің ғой. Иә, міне сол себепті бағым байлағым келмеді. Кешіріңіз. Ол осында ма? Ол анау бөлмеде. О, амансыңдар ма? Пері ханым, Чарминг? Оу, бізді мұнда шақыратындай бір себегің болған шығар, Гарольд. Енді байқауымша Фиона Чарминг ханзаданы жақтырмай қалған сияқты. Біле білсеңіз, бұл менің кінәм емес. Жоға, сенің еш кінәң жоқ, шанпалап. Түсінсеңізші, құбыжық дәудің кейпіне енуге мәжбүрмін, оны қалай ғашық қылам? Жоқ, ешкімнің кінәсі жоқ. Бұл ойымыздан бас тартқанымыз жөн. Бәрі бұрынғы қалпында қала берсін. Не? Біреуді күштеп ғашық қылуға бола ма екен? Айтады екенсің, бұл менің кәсібім ғой. Фиона мына сиқыр суды ішсе болды. Өзін алғаш сүйген жігітке ғашық болады. Яғни Чармин ханзадаға. Жоқ. Не дедің? Мұндайға бармайым. Мен бас тартам. Айтқанымды істейсің. Есіңе сала кетейін. Ұзақта бақытты ғұмыр кешуіңе мен көмектескенімін. Әп-сәтте бәрінен айыруға күшім жетеді. Саған керегі сол ма? Жауап бер. Жоқ. Жарайсың. Ал енді кетуіміз керек. Балға бармас бұрын Чармингтің шашын сәндеп үлгеруіміз керек. Өзінің қолынан келмейді. Кекілін сәндей алады ғой. Алайда желке жағын тарау үшін міндетті түрде көмектескен. Рахмет, апа. Апа? Қараңдар, сөйлейтін ат. Құбышық деу. Ұстаңдар, ұрылар, қарақшылар. Ұстаңдар деймін. Сиырдағы патшалықта ұйымдастырылған бал кешіне алғи ығайлар мен сығайлар жиналыпты. Күймелер бірінің артынан бірі ағылып келіп жатыр. Танымал меймандар кештің ажарын аша түскендей. Барлығы да Фиона ханша мен Шрек ханзаданы құттықтауға келген меймандар. Ғажап, бүлде мен бүлдеге оранған көрікті жандарға көз салыңыздар. Міне Ханзел мен Гретел. Бұлар не шашып жүр? Ал олардан кейін келе жатқан шынашақ бала мен күйме қыз. Мінеки, ұйқыдағы ару да келіп қалды. Ұйқысы қанбай-ақ қойды осының. Ал мынау кім? Мынау кім? Мынау кім өзі? Оу, бұл атағы жер жарған Пері ханым ғой. Пері ханым! Қайырлы кеш!
ханымдар мен мырзалар. Көңіл күйлеріңіз қалай? Бәріңе ұзақ та бақытты ғұмыр тілеймін. Әр жағын өздерің де білесіңдер. Орта ғасырлық сауық патшалықта өтіп жатқан бал кешін жаңалықтардан кейін көрсетеміз. Балды жек көрем. Іш пыстыратын бағдарлама. Одан да азаптау доңғалағы бағдарламасын ауыстырш. Ешқайда ауыстыратын ойым жоқ. Шрек пен Фионаны көргің келеді. Ай, құрық кетсін. Әй, тышқандар, қорылған етті әперіп жіберіңдерш. Жоқ, сол жағында, сол жағында. Бүгін сарбаздар бағдарламасынан Бұл көретіндеріңіз. қызықты бағдарлама. Ақбозат тоғайшымен шығысқа қарай құйықтып барады. Қосымша сарбаздарды шақырыңдар. Мұздай қаруланған сарбаздар асауатқа темірдей тәртіптің не екенін көрсетеді. Мұндай бастыққа жол бермейміз. Жарайды, жіберіңдер. Ау! Мен ұстауға хақларың жоқ. Босатыңдар. Жіберіңдер, Фиона ханшамен сөйлесуім Біз керек. ескерттік қой. Байқаңдар. Сүттен ақ судан таза болып шығар ма екен? Әлде жазаларын ала ма? Қанаушы таптар!